сол күні жан құрбымды күтіп тұрған едім. Ол ұзақ уақыт кешікті. Ендігі сол жағымнан қатты айдап келе жатқан көліктің даусы естілді. Басымды бұрып қалып едім, мені көлік қағып кетті. Сол кезден бастап мен өзімнің кім екенімді ұмыттым. Өзімнің достарымды, туысқандарымды ұмыттым. Ешкіммен араласуға мүлде уақытым да, әлім де жетпеді. Тек анам мен әкемді ғана еске түсірдім. Сол жағдайдан кейін 2 жыл өтті. Қылмыскер жазасын алмады. Жаңбырда болған жағдайда бұл істі жапты. Дұрыс жазып болғаннан кейін жұмысқа тұрдым. Ақырындап өзіммен өзім өмір сүруді үйрене бастадым. Бұрында әрқашан анаммен жүрсем, қазір жалғыз жүремін. Әрқашан аялдамаға келсем, жүрегім бір орнына тұрмайды. Тіпті ол кезде мүлде есімде болмаса да. Гүлнұр, сен бе? Кешіріңіз, маған бірдеңе айттыңыз ба? Ой, кешіріңіз, сізді басқа біреумен шатастырып алдым. Thank you.